Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біздер Темірхан Медетбектің «Тәуелсізбін» өлеңін өтетін боламыз. Бірінші тапсырма бойынша сендерге кесте берілген. Кестеде жіңішке, жуан және жағдаяттық сұрақтар берілген. Әрбір сұраққа сәйкес жауап беруіміз қажет. Екінші тапсырма. Сендерге өлеңнен 5 үзінді берілген. Сол үзінділерді оқимыз. Және осы жерде қандай тарихи оқиғалар сипатталған немесе не туралы айтылғандығын жазамыз. Әрбір үзіндіге 2-3 сөйлеммен жазасыңдар, және де алатындарың 5 ұпай. Үшінші тапсырма. Қазақстанның өткені мен бүгіні тақырыбында шағын сыни шолу жасауымыз қажет. Бұл 5-7 сөйлемнен тұруы шарт. Бұл жерде алатындарың 2 ұпай. Тапсырма түсінікті болса, орындай берсеңдер болады.